Кабдолов Мақсатұлы Екібастұз инновациялық колледжінің қазақ тіл әдебиет пәнінің мұғалімімін. Еркіндігім, қасиеттім, қастерлім, өзің барда, өзегімде жоқ шер мұң, кеше сенің келбетіңді арман қып, оданына бұғауландық бас келдің. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Уа еркіндік, қош келдің. Өзегімді өрт бораған қоғамда, өз үйіме өзім өгей болам ба? Алшаң басып жүре алмаса алталаш, азаттығым, қадірің де жоғында. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ одан да. Алла берген азаттықтың әр сәті аманат қой, маған, саған, оған да. Саясатқа сермей алмай семсерді, езгі күнге тері қылдым еңсемді. Желтоқсанда жалынатып жастығым, құрсау болған темір қоғам теңселді. Есте даңқы қыршындардың қалдыма, 86 ерлігім бе ең соңғы. Уа еркіндік, құның немен өлшенді? Уа еркіндік, құның немен өлшенді? Сені көксеп, боздақтарым өлсөлді. Сенсің менің ең ғажайып өлеңім, ең шуақты, ең шырайлы, ең шерлі. Әр таңыңды сүйіншілеп тұрайын, Құдай берген ғұмырымда өлшеулі. Қалқаман Сарин. Ал құрметті студенттер, жаңа тыңдағандарымыз Қалқаман Сарин тәуелсіздік поэзиясы. Осы поэзия ақын бүгінгі тақырыбымыз да осы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі мәңгілік елдің ұлы тарихы. Сабақтың мақсаты студенттерге тәуелсіздіктің мәнін терең ашып түсіндіру, оның қандай қиындықтармен келгенін жайында ақпарат беру. Елге, жерге, тілге деген сүйіспеншілігін арттыру, патриоттық сезімін ояту, елжандылыққа, ұлтшылдыққа, адамгершілікке, тілін, тарихын құрметтеуге насихаттау. Халқымыздың қастерлі тәуелсіздігі мен мәңгілік еліміздің болашағы баршамызды толғандырады. Тәуелсіздік дегеніміз не? Сан буын бабаларымыздың қасиетті жеріміздің әрбір қадамын қорғау үшін төгілген өлшеусіз қаны мен терінің өтеуі. Тәуелсіздік дегеніміз не? Кешегі батыр бабаларымыз өсиет еткендей Қазақстанды қасық қаны қалғанша қорғау жөніндегі әрбір азаматтың қайсар шешімі. Тәуелсіздік дегеніміз не? Жалпы ортақ еңбек, ғылым, білім іздеген оқушылар мен студенттердің еңбегі, еліміздің ұлттық байлығын еселей түсетін барша мамандық иелерінің еңбегі, әрбір жас буынның жүрегіне отанға деген шексіз сүйіспеншілік дарытатын қазақстандықтардың еңбегі. Ата-бабаларымыз мыңдаған жылдар бойы аңсап кеткен азаттықты аңсап 17-18 ғасырларда Абылай хан, Кенесары батыр, осы біздің батырларымыз қазақ жеріне еркіндік, жерінің өзіне меншігінде болғандай бостандық армандап кеткен. Келесі 1916-17 жылдары Амангелді Иманов, Махамбет Өтемісұлы, көптеген патша үкіметі кезінде қазақ жеріне, жерін, елін, соны еркіндік үшін күрескен азаматтар. Егер алаш арыстарын айтатын болсақ,
Ахмет Байтұрсынов, Ілияс Жансүгіров сияқты ұлы тұлғалар жерімізді, тілімізді, дінімізді аман сақтау үшін күрескен азаматтар. 1986 жылы желтоқсан оқиғасы болды. Оның барлықтарыңыз білесіздер. Желтоқсан оқиғасында Қайрат Осқылбеков, Ләззат Асанова, Сәбира Мұхамеджанова деген азаматтарымыз, ол кезде олар 17-18 азаматтар болды. Сол ертеректе айттық қой, білектің күшімен, найзаның ұшымен деп. Бірақ біздің жастарымыз көтеріліске, желтоқсан оқиғасында көтеріліске шығып, елбасы қазақ азаматы болу керек деп көтерілді. Ол жайдан жерде осы көтерілістің арқасында, сол көтерілістің қорытынды ретінде 1991 жылы Қазақстан тәуелсіз мемлекет атанды. 1992 жылы тәуелсіз мемлекет Қазақстан Республикасына рәміздері қабылданды. Бүкіл ұлттық ұйымға мүше болды. 1993 жылы ұлттық валюта күні теңгеміз айналымға шықты. 1995 жылы 30 тамызда Қазақстан Республикасының ата заңы қабылданды. 1998 жылы 6 маусым Астана күні Астана қаласының еліміздің басты қаласы айналды. Қазіргі кезде Нұр-Сұлтан қаласы деп аталады. Енді біз осы тәуелсіздікті алғаннан кейін, жерімізді, шекарамызды белгіленгеннен кейін елбасы мақсат қойды. Елбасы білімді ұрпақ тәрбиелеу, экономикасын көтеру Қазақстан елінің, саяси мемлекет құру, бақытты, тәуелсіздікті сақтайтын интеллектуалды дені сау ұрпақ, білімді ұрпақ тәрбиелеу. Енді осы тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстанымыз гүлдене бастады. Осы гүлденген кезде еліміз тәуелсіз, технологиясы дамыған, алдыңғы орында, білімді ұрпақ, бай мемлекет, тыныш мемлекетке тәрбиеледі. Осыған байланысты, студенттер, мен сіздерге тәуелсіздік толғауы тақырыбында есе жазып келуге үйге тапсырма беремін. Мен осы сабақтың соңында елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сөзімен аяқтағым келіп тұр. Елінің ұлы болсаң, еліне жаны ашса, азаматтық намысың болса, қазақтың ұлттық жалғыз мемлекетінің нығайып көркею жолында жан теріңді сығып жүріп, еңбек ет, жеріңде, еліңде есі өзің екенін ұмытпа.